Қолтырауын ұшақ, банан, шимпанзе. Егер менің айтып отырғанымды түсінсеңіз, құттықтаймын. Сізде итальяндық брейн-рот жұқтырыпсыз. Тиктокта туып интернетте өскен жаңа мем жанр дәл осылай аталады. Түсініксіз мутанттар. Тралалеро, тралала, бамбамбини, гусини, тунг-тунг, сахур. Атаулардың өзінен ақ миға кіріп түсіп жатқандай. Бірақ әрқайсысының өзіндік магиясы бар. Қарай бергін келеді, қайталай бергін келеді. Тиктокта оларды жарыстырып, өзара батыл өткізіп, сериал түсіріп жатқандар да бар. Бұл не өзі? Қайдан шықты? Түпкі мақсаты қандай? Ең қызығы, бұл құбылыс жайлы сіздің балаңыз сізден де менен де жақсы білуі мүмкін. Сондықтан олар үшін бүгін менің жаңалық ашпауым мүмкін. Бірақ ата-анаға ескерту жасау парызым. Ендеше астарын бірге ақтарайық. 2025 жылдың 13 қаңтары тиктокта мына видео жарияланды. Кадрда 3 аяқты акула, көк кроссовки киген, басы дірілдеп тұратын цифрлық мутант. Көрініс абсурд. Фондағы дауыс итальян акцентіне салып тралалеро тралала деп тыңдаушыны беймәлім трансқа енгізіп жібереді. Бір қарағанда әзіл сияқты, бірақ әуені тартымды, ал мәтіні ше. Аудиодағы сөздерді нақ ажырата алмаған соң, интернет мәдениеттің онлайн кітапханасынан іздеп тапқанымды мен қазір сөзбен айта алмаймын, өйткені бұл дінімді қорлау. Тралалеро тралала дыбысын алғаш жариялаған аккаунты TikTok платформадан бұғаттайды. Бірақ кейін қалай екен түсініксіз, оның көшірмелері бүкіл желіні қаптап кетеді. Бүгінгі мұсылман баласы мұны жай әуен деп қайталап айтып жүр. Ол сөздің мағынасын түсінбейді, бірақ жадында жатталып қалама деген қауіп бар. Әуелгі нұсқасында акуланың басы тауықтың екі аяғымен біріктірілген еді. Танымалдылығы артқан сайын тағы бір аяғы пайда болып, тіпті брендлі кроссовки киген. Енді оны итальяндық брейн-роттың атасы, культі деп атайды. Оның соңынан қанша жаңа мутанттардың пайда болғанын қазір есептеу мүмкін емес. Соның ішінде тунг-тунг сахур деген мына кейіпкерге де менің наразылығым зор. Сахур қасиетті Рамазан айында ауыз бекітуге ниет еткен адамның тамақтану сәті, біздіңше сәресі. Ол қазір үрейлі мақұлықпен байланыстырылған. Мұны көрген бала ертең сәресін, рухани сәт әлде дабыл деп қабылдай ма? Бомбардино крокодило, мен Палестинадағы балаларға бомба тастағанды ұнатамын деп әндетеді. Бұл енді жай қалжың емес, бұл нағыз саяси пропаганда. Әлгі мемдердің абсурдтылығынан бөлек бір ортақ белгісі бар. Олар брейн-рот хэштегімен таралып жатыр. Тиктокта қазір ондай 1,5 миллионнан астам видео бар. Ортақ қаралымы 50 миллиардқа жеткен. Дәл қазір одан да асып кеткені анық. Сонымен, брейн-рот деген не? Жыл сайын Оксфорд сөздігі жыл сөзін таңдайды. 2024 жылы бұлмада брейн-рот тіркесіне бұйырды. Тікелей аударсақ, брейн-ми, рот шыру, яғни мидың шыруы дегенді білдіреді. Онлайн кеңістікте көп отырған адамның психикалық немесе интеллектуалдық қабілетінің нашарлайтыны жайлы әңгіме осыдан 5 жыл бұрын басталған. Бірақ Оксфорд сөздігінің анықтамасына қарасақ, брейн-роттың аясына тиктоктағы абсурд трендтерді көруден бастап, тіпті дәретханада отырып оқылатын анекдоттар да кіреді. Кейбіреулеріңіз күлген шығарсыздар. Жасыратыны жоқ. Бұрын дәретханада газет оқысақ, қазір бәріміз телефонмен кіреміз. Түсіндіріп кетейін. Психологтар мұны жалғыз қалудан қорқу деп түсіндіреді. Өйткені адам жалғыз қалғанда ғана өз-өзіне сұрақ қойып ішкі диалог құрады. Бұлар миға енді ойлан деген белгі береді, ал ойлануды ми жақсы көрмейді. Екіншіден, адам миы қысым кезінде назарды басқа нәрсеге аудару арқылы өзін тыныштандыруға талпынады. Сондықтан тикток, анекдот, мем, кез келген жеңіл мазмұн іздейді. Нейропсихологияда бұл құбылыс дофаминдік цикл деп аталады. Уақыт өткізу деп жүрген дүниеңіздің бәрі миды
жаймен шірітетін механизм болуы мүмкін. Сондықтан бәлкім унитаздың жанында тоқ көзі бар болса, алып тастау керек шығар. Брейн рот тіркесі алғаш рет америкалық жазушы Генри Дэвид Тороның Уолден немесе ормандағы өмір атты кітабында қолданылған. 1854 жылы, яғни осыдан 170 жыл бұрын жарыққа шыққан шығармасында ол былай деп жазады. Цитата. Англия шіріген картоп індетін емдеуге тырысып жатыр, бірақ ешкім мидың шіруін тоқтатуға ұмтылып жүрген жоқ. Ал бұл індет одан да кең таралған, одан да қауіпті. Ол ми шіруі дегенді қоғамның ойлау қабілетінің нашарлап, күрделі идеялардан қорқуы деп түсіндіреді. Жай ғана мысал. Егер бір мәтінде бірнеше мағына болса, халық шағымдануға дайын дейді ол. Адам еркіндігін тұншықтырған жүйе, артық тұтыну, шынайы кейпінен алыстап жатқан адамдарды ақылға шақыру үшін Торо эксперимент жасайды. Ол орманға барып тұрады, өзіне хижина тұрғызып, жалғыз өмір сүреді. Ол адам баласы аптасына бір-ақ күн жұмыс істеуі керек. Қалған күндерін жан мен сананы тазалауға арнағаны жөн. Нағыз байлық осы дейді. Философ мидың шіруі ойсыз тірліктің, бос қарбаластың, арсыз әдеттердің жемісі дегенді алға тартады. Бүгінгі қоғамға дәл айтылған ескерту секілді. Бірақ көзі тірісінде Тороның жанайқайын көпшілік түсінбейді. Кітабы сұраныс таппай, жазушы өмірінің соңында қар тазалаушы болып, небәрі 44 жасында туберкулезден көз жұмады. Оның зиратына бір ғана сөз жазылған. Генри. Брейн-рот ұғымын халықтың есіне түсіріп, әлеуметтік талқылауға шығарған мына сурет. Анығын айтқанда, TikTok қолданушыларының оны мемге айналдырып жіберуі болды. The 2000 Yard Stare. Бұл американдық суретші Томас Лидің әйгілі картинасы. Онда қатты шаршаған, соғыстың ауыртпалығынан күйзеліске түскен теңіз жаяу әскерінің бейнесі бейнеленген. Кейіннен солдаттың көзқарасы психикалық күйзелістің символына айналады. Ал интернет кеңістігінде қолданушылар бұл иллюстрацияны мүлдем басқа, күнделікті өмірдегі абсурд жағдайларды сипаттау үшін пайдаланып кетеді. Мысалы, күні бойы баланың үй тапсырмасын жасағаннан кейін. TikTokта сүйікті әнің трендке айналған сәтте, немесе Wi-Fi істемей қалған кезде деп жазып, солдаттың суретін қойып жатыр. Оксфорд сөздігінің 2024 жылы жыл сөзі деп таңдаған сәтінде брейн-рот скибиди туалет видеоларымен тікелей байланыстырылған болатын. Унитаздың ішінен шыққан адам басы. Скибиди доп-доп, ес-ес деп әндетіп, қарсыластарын жұтып қояды. Тірі унитаздарды басы колонка, камера немесе теледидардан тұратын мутанттар тоқтатуға тырысады. Сериалда нақты сюжет жоқ, бірақ негізгі тақырып скибиди туалеттер мен қайдағы бір жоқ альянс арасындағы үздіксіз соғыс. Авторы моушн дизайнер Алексей Герасимов. YouTube Shorts форматында бұл сериалдың ұзақтығы әуелде небәрі 11 секундтан аспайтын. Бірақ қаралымы адам сенгісіз 250 миллионнан асты. Қазір скибиди сөзі жасөспірімдер арасында контекстке қарай жаман не өте күшті деген мағынада қолданылады. Бәлкім сіздің үйіңізде де дәл мынандай ойыншықтар бар шығар. Лексика демекші. Брейн-рот бүгінде тек миға зиян деген мағынада ғана емес, Z буыны мен альфа ұрпағының сөйлеу мәнеріне айналып кеткен. Бұлайша айтқанда, бұл жаңа тіл. Мәселен, риз, сигма, гят, могинг, мьюинг деген сөздерді естігенсіз бе? Ересектер үшін бұл кодталған бөтен әлем, ал жасөспірімдер бір-бірін осы тілде түсінеді. Скибиди туалетті итальяндық брейн-ротпен салыстырсақ, абсурдқа қызығушылар да, абсурдтың анайылығы да тым еселеніп кеткені айдан анық. Сонымен, брейн-рот бұл ауру емес, одан да күрделі. Оның астарында өте маңызды мәселе жатыр. Джен Альфаның психикалық саулығы. Бүгінгі балалар мен жасөспірімдер күн сайын ақпараттық шабуылға ұшырайды. Жаңа трендтер,
фиттегі жылдам өзгерістер, өзін салыстыру. Оның бәрі мазасыздану, күйзеліс, күйіп жануға апарады. Жақында Ирландияның медициналық ұйымы бұл мәселеге қатысты ресми мәлімдеме жасады. Ұйымның пікірінше, әлеуметтік желілерді ойлап тапқан компаниялар заң жүзінде жауапкершілік арқалауы тиіс. Бәлкім білерсіз, Facebook, Instagram, WhatsApp және Threads сияқты платформалардың иесі Meta компаниясы. Басшысы Марк Цукерберг нарықтағы құны шамамен 1 триллион 576 миллиард ақш доллары деседі. TikTok ByteDance атты қытайлық технологиялық компанияға тиесілі. Қазір 315 миллиард ақш долларына бағаланып отыр. Мен TikTok'ты, Instagram'ды жабайық демеймін. Онда пайдалы дүниелер бар, көп. Мен диалог бастайық деймін. Балаңыз не көріп жүр, не тыңдап жүр, неге күледі, кімге еліктейді? Бұл сұрақтардың жауабын біз бермесек, олар нейрожүйемен сөйлеседі. Психотерапевт Шерил Эскин итальяндық BrainRot миға арналған цифрлық кәмпит секілді дейді. Ал енді айтыңызшы, тәттіден өздігінше қай бала бас тарта алады? ақш-тың бас хирургы әлеуметтік желілерге психикаға қауіпті деген ескерту жапсырмасын қоюды ұсынды. Тым болмаса әр қолданушы өз психикасын қауіпке тігіп тұрғанын саналы түрде түсініп отырсын дейді. Мен мұны қолдаймын, ал сізше өз пікіріңізді комментарийге жазыңыз. Бірақ мынаны ұмытпайық. Тралалеро, тралала деп аланы мазақ еткен мемді көпшілік жасанды интеллект жасаған деп ойлайды. Меніңше анайы мәтінді адам жазған. Себебі ақылды жүйелерде этикалық шектеулер бар. Ал оларды алып тастауға бұйрық беретін де адам. Сөзімнің соңында BrainRot туралы осыдан 170 жыл бұрын болжап жазып кеткен Генри Дэвид Тороның еңбегіне қайта оралғым келіп тұр. Айтпақшы, ол орманнан 2 жылдан соң оралады, бірақ бұрынғы күйінде емес. Автор экспериментінің арқасында мынандай 3 қорытынды шығарды. Заттар өзгермейді, өзгеретін біз. Жұмақ аяғыңның астында, табиғатпен үндес бол. Жер, ауа, су, құстың үнін тыңда. Шынайы еңбек ет. Өзің жаса, өзің ек, өзің жас, өзің ойлан, өзің өмір сүр. Тороның бүкіл философиясы бүгінгі BrainRotқа қарсы рухани вакцинаның рецепті іспетті. Ми шіріп кетпесін десек, санаға күтім қажет, тыныштыққа төзу, ойлану, мағына іздеу. Меніңше, бүгінгі сана үшін ең үлкен шайқас бос күлу мен мән арасындағы соғыс. Сіз қайсысын таңдайсыз? Экранға қарап отыра бересіз бе? Әлде көзіңізді экраннан алып, көңілді өзіңізге бұрасыз ба? Жауап сіздің қолыңызда. Ал бала сізден көргенін қайталайды. Менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыз. Өздеріңіз түсінгендей, бүгін алғаш рет осындай ерекше форматта жүздесіп жатырмыз. Ұнады ма? Пікіріңізді қалдырыңыз. Тағы қандай тақырыптарды талқылап білгіңіз келеді? Жазыңыз. Мен күтем. Амандықта жүздескенше.